Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін жаңа сабақ. Шоқан Уәлиханов алғашқы қазақ ғалымы. Шоқан Уәлиханов 1835 жылы Құсмұрын бекінісіне дүниеге келген. Оның шын аты Мұхаммед Ханафия. Еркелетіп Шоқан деп атаған. Шоқанның балалық шағы табиғаты көркем Құсмұрын мен Сырымбетте өтті. Шоқанның ата-бабалары атақты сұлтандар әулиетіне жатады. Оның арғы бабасы Абылай хан айбынды қазақ билеушілерінің бірі болды. Ал атасы Уәли патша үкіметі ресми түрде бекіткен қазақтың соңғы ханы еді. Әкесі Шыңғыс омбы әскери училищесін бітірген, Көкшетау сыртқы округінің аға сұлтаны лауазымды қызметін атқарған. Шоқан Құсмұрындағы мектепте оқып, ислам діні ілімімен танысты. Араб, парсы, шағатай тілдерінің негізін үйреніп алды. Ол сурет салуды ерте меңгерді. Бұл өнерді оған орыс суретшілері, топографтар мен геодезистері үйретті. Олар Уәлихановтардың отбасына жиі болып тұратын. 1847 жылы Шоқан омбы кадет корпусына оқуға түсті. Бұл оқу орны Сібірдегі жоғары білікті мұғалімдер жинақталған таңдаулы оқу орындарының бірі болатын. Шоқан алғашқы жылдан өзінің оқуға қабілеті мен бейімділігін танытты. Омбыда Шоқан география, шығыстану, философия, тарих жайындағы басылымдардан бай кітапхана құрап алды. Омбыда болған кезінде орыс зиялылармен байланыста болуы Шоқанға оң әсер етті. Кадет корпусында Шоқанмен бірге оқыған Капустин ол туралы: Шоқан көрікті, аса сымбатты болды. Бет-әлпеті оның қайырымдылығы мен бекзаттылығын айқын танытып тұратын. Шоқан өз кезегінің жан-жақты, аса терең білімді адамы болды. Әсіресе оның тарихи білімі зор болды, және ғылым мен әдебиет саласында да зор білімділігімен ерекшеленетін. Шоқан өз ойын бейнелеп, тартымды жеткізе білетін асқан шешен болатын деп жазды. Шоқан Уәлихановтың ғылыми зерттеулері. 1855 жылы Шоқан Батыс Сібір генерал-губернатор Гасфордтың орталық Қазақстан Тарбағатай Жетісу жеріне жасаған сапарына қатысады. Бұл сапарда қарапайым халықтың өмірімен танысып, қазақ пен қырғыздардың тарихы, аңыз, әңгімелері мен жырларын жазып алды. Шоқан Уәлиханов аса көрнекті ғалым, белгілі географ Семенов-Тяньшанскиймен танысты. 1857 жылы Семенов-Тяньшанский ұсынысымен Шоқан Уәлиханов орыс географиялық қоғамның толық мүшелігіне қабылданды. 1858-59 жылдары Шоқан атақты Қашғария сапарына барып келді. Енді оқушылар, сіздерге тапсырма. Шоқан Уәлихановтың балалық және жастық шағы. Бірінші сұрақ: Шоқанның шыққан тегі мен тәлім-тәрбиесі қандай болды? Екінші сұрақ: Шоқанның білім алған оқу ордалары және орыс демократ достары кімдер болды? Үшінші сұрақ: Шоқанның тұлғалық ерекшеліктері. Сіздерге сәттілік.